Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін инсайт күні. Бүгін біз шығармашылық, үміттер, сын және нәтижелер туралы сөйлесетін боламыз. Бүгінгі инсайт ол былай: оны жаса да жібер. Бір нәрсені жасау арқылы одан ләззат ал. Сіз оған өзіңіздің бір бөлігіңізді саласыз. Сондықтан процестен ләззат алыңыз. Оны жасағаннан кейін оны жай ғана жіберіңіз. Ол енді сізге тиесілі емес. Ғалам мұны сіз арқылы жаратты. Оған жай ғана болуға рұқсат етіңіз. Тек жай ғана сырттай бақылаңыз. Егер сіз жасаған нәрселер адамдарға ұнаса, ғаламға алғыс айтыңыз. Егер ұнамай қалса, өзіңізді сөкпеңіз, кінәламаңыз. Мұны сіз жасаған жоқсыз ғой. Тек сіз арқылы жасады. Ол солай болуы тиіс. Процесс көбінесе нәтижеден маңыздырақ екенін мойындау өте қиын. Бұл шынымен солай. Өмір бұл процесс. Құру процесі, бақылау, зерттеу, мұқияттық процесі. Және босату процесі. Енді бізге қызмет етпейтін нәрсе енді біздікі емес. Бұл процесті түсіну қажетсіз алаңдаушылықты жеңілдетеді. Осы шақта және осы жерде сонымен қатар жаратушының күйіне толығымен енуге мүмкіндік береді. Әрқайсымыз өз өмірімізді жасаушымыз. Әрқайсымыз күн сайын бір нәрсе жасаймыз. Мен де сіздер сияқты әрбір салған бейнеге алаңдаймын. Мен де уайымдаймын. Иә, бірақ мен жарату процесіне салған энергиямды тікелей сізге беретінімді білемін. Ары қарай не болса да көреміз. Жаратылыс процесінде мен абсолютті түсініктемін және сүйіспеншіліктемін. Бұл менің бейнелерім арқылы сезіледі деп үміттенемін. Шығармашылық блог дәл осы процесті түсінбеу салдарынан жасап жатқан ісіңізден ләззат алмағандықтан, үлкен үміт күтуден туындайтынына сенімдімін. Бірақ бұл ең маңызды нәрсе. Өмірдегі шығармашылықтағы ең бастысы ісіңе деген сүйіспеншілік.
Ал сүйіспеншілікпен жасалғанның бәрі назардан тыс қалмайды. Менің каналыма қолдау көрсеткендеріңізге рахмет. Баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін. Ғаламға сіз арқылы жасауға рұқсат етіңіз.